Ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалайсыздар деп қойсында. Тигран Косаяки деген анау Ресейде қалай айтсам екен, Қазақстанға қарап, ойбай, казаки, вы чё придумали, қалай айтсам екен, Ресей жоқ болып кетеді деп ойладыңдар ма деп бір 2-3 жыл бұрын обидасын айтқан. Енді кетіпті, енді мәңгілік өмірге кеткен, ары қарап көмген шығар, енді ұлықтап. Енді қазаққа қатты сөйлеген барлығы жай кетіп баратыр. Сондықтан қазаққа жай сөйлеңдер деп қойсын. Ажал келген ғой енді. Тірі кезде жақсы сөйле деп бекер айтпаған ғой енді. Тірі кезінде енді ойбай, жан жақтағы елді, Ресейді биік қып, жан жағындағы елді төмен қып біраз әңгіме айтқан еді енді. Оның еще келіншегі де 1-2 апта болды ғой деймін. Ракпен ауырып жатыр деген ақпарат шықты. Ол да енді журналист, Ресейдің белді журналист еді. Деп кеше мына тиктокта Аза Әпенді деген бір ағамыз бар енді. Таза, қалай айтсам екен, халықтың ішінен шыққан ақын десең де ақын ғой енді. Бүйтеді, мен Акиматқа бардым дейді. Естіген шығарсыздар. Енді өлтіреді де болды. Акиматқа барып жағдайымыз қашан дұрыс болады. Енді Қазақстан жер байлығы барлығын енді айтып отыр ғой. Қашан жақсы болады десе 2030 жылы бүтіндер деп айтты дейді. Енді сол кісінің айтуы бойынша. Одан қайтып келе жатып, осы мешітке де кіре салайыншы деп мешітке кірдім дейді. Мешітке кірсе, имамдардан сұрадым дейді. Енді біздің жағдай қашан болады, жақсы болады десе, қияметте жағдайың жақсы болады, арғы дүниеде деген ғой. Сөйтсе қайтып келе жатып айтады, біздің жағдай бүгін болмаса ертең жақсы болмай ма? 2030-ды күтеміз ба? Не болып кетті бұл? Бүгін ертең ештеңе болмай ма дейді. Сондықтан сондай жағдай вообще. Біздің жағдай қашан өзі бұдан да мықты болады деп айтайыншы. Бұдан да мықты болады деп айтайыншы. Ненің Түркменстанның халқы президенттеріне жалынып жатыр екен. Енді ол жалынғанда амал жоғынан жалынып жатыр ғой енді оларды. Диктатурадан өтіп кеткен олар енді ханство болып қалған ғой, баласын отырғызып қойды. Қазір бір ақпарат шықты. Саяси сауатсыз халық құл болуға лайықты дегеннің бір айғағы десе болады. Одан мен бұны мен айттым, мен жазып қойсаңыздар болды. Болмаса менің алдымда біреу айттым, айтпадым ма? Саясатпен айналыссаң дейді, төрге сүйрейді дейді. Айналыспасаң көрге сүйрейді дейді. Или қате айттым ба? Саясатпен айналыссаң көрге сүйрейді, болмаса көрден төрге сүйрейді. Қалай бұл? Одан кейін мынау кім айтпақшы, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты, біз Ресей мен Украинаға ара ағайындық болып, оларды кездестіре алмаймыз деп Ақорда сайты қысқаша қайырып деді. Осы келмей-ақ қойыңдар деген ғой. Оларға келейін деп тұрған Зеленский де жоқ шығар негізі. Зеленский бірақ айтқан еді, егер болатын болса біз любой жерге барамыз, Ресейден басқа жерге, Қазақстанға да келсек болады, жолығып деген еді, оған ештеңе айтпапты. Одан кейін мынау аты кім еді? Қазақстанға жаңа Америкадан бір елші келейін деп жатыр екен. Оның атын енді келесі видеода айтып беремін. Оны мен алдында да айтқам, Қазақстанға жаңа елші келейін деп жатыр екен деп. Трампқа ұсыныс білдіріпті. Сенаторлар енді оны қабылдаса, бір әйел кісі өте күшті дипломат дейді, Қазақстанға келіп енді Қазақстандағы Америка елшілігін басқарады екен. Одан кейін Зеленский кеше тобы жарған еді бүйтіп. Ресейдің билігінде отқан шенеуніктерге айтарым, өздеріңе енді бункер жасап алыңдар, жақындарда бункер керек болады деген еді. Соған Ресейдің қауіпсіздік кеңесінің бастығы кім еді аты? Медведев қойшы, онда Владимир деп қоямын да. Медведев кім еді ол? Медведев қойшы. Сол айтыпты, алдында Трамппен ұстасқан. Мына мақұлық депті, енді Зеленскийді айтып жатыр ғой. Зеленский бізге тығыл деп жатыр, бізде бункер жарып тастайтын қару бар, оны ешкім білмейді депті. Бұлар да бөсе береді енді. Сөйтіп мақұлыққа теңепті енді Зеленскийді. Енді Ресейдің білмейтін қару бар болса да бар шығар.
Американың, Украинаның да ешкімге көрсетпеген әлі қарулары бар деп ойлаймын. Жалпы сондай пробкада кетіп бара жатырмыз. Ары бері томы жері деп. Көбіл жүріп тұр, Құдайға шүкір. Шаш алатын мен жаныма бір жігіт керек, тағы да айтайын. Алматыдан болса, екеуміз бірге бір жерді ашайын деп тұрмын. Құдай қаласа соған бір бала керек болып тұр. Хабарласыңыздар. Басқа ақпараттар ұмытпадым ау. Ұмытып бара жатсам айтам. Ресей жайлы ақпарат әлі шықпады. Қазір бір тың арналар бар. Сол жерде шығады, Құдай қаласа. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы.